Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей Азиза, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер сонымен қатар менің арнамнан пайдалы ақпараттарды және де пайдалы рецепттерді көре алатын боласыздар. Сондықтан менің арнама міндетті түрде жазылып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз авокадо жайында болмақ. Жалпы авокадоның пайдасы және де қандай зияны бар, сол туралы бүгін керемет тақырып қозғайтын боламыз. Жалпы аллигатор алмұрты авокадо атауы ағылшын тілінен осылай аударылады. Нейтралды дәміне қарамастан авокадо бұл жеміс. Авокадо жемістерінің пішіні, көлемі мен қабығының түсі әртүрлі. Біздің дүкендердің сөрелерінде авокадоның жыл бойы болуы организмдегі витаминдердің теңгерімсіздігін қалпына келтіруге көмектеседі. Себебі бұл алмұрттың жемістерінде калий, фосфор, кальций, магний, натрий, темір және де А, С, К, pp дәрумендері бар. В ал аз ғана дәмі авокадоға негізделген көптеген тағамдарды тағайындауға мүмкіндік береді. Жеңіл тағамдардан десертке дейін. Авокадо бұл өте калориялы жеміс. 208 граммға 100 калория бар. Банан сияқты оны өз салмағын азайтуды қалайтындар орташа тұтынуы керек. Алайда авокадо целлюлозасында қанттар мен зиянды майлар жоқ. Сондықтан сіз бұл жемісті толығымен тастамауыңыз керек. Ал диабетиктер бұл өнімді мұқият қарастыруы керек. Бұл ауруға рұқсат етілген. Жалпы авокадоның пайдасы қандай? Авокадо қанды зиянды холестериннен тазартады. Құрамында олеин қышқылы бар, ол холестерин біляшектерінің пайда болуына жол бермейді. Авокадо дененің жасушаларын, вирустық шабуылдарын қорғай алады. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Ол жасушалық деңгейде қартаю процесін баяулатады. Бұл бет терісінің пайда болуына және шаштың күйіне әсер етеді. Авокадо жемістерін қолдану есте сақтау мен ақыл-ой белсенділігіне, сондай-ақ жүректің жұмысына және қан тамырларының жағдайына оң әсер етеді. Бұл жеміс целлюлозасында калийдің көп болуына байланысты стресстік жағдайларға төзімділік артады және су-тұз балансы қалыпқа келеді. Авокадо құрамындағы С дәрумені иммунитетті жоғарылатады және ұзақ уақытқа созылған аурулардан кейін күшті қалпына келтіреді. Тиімділікті арттырады, тітіркену мен шаршауды төмендетеді. Авокадо күшті антиоксидант және сырттан байланысты емес радикалдардың жойқын әсерін болдырмайды. Аллигатор алмұрты қан қысымын қалыпқа келтіреді. Бұл әсіресе гипертониялық науқастар үшін пайдалы. Ол қан кетуді тоқтатады және қан жоғалту операциясынан кейін жараның емделуіне және қалпына келуіне ықпал етеді. Авокадо құрамындағы В2 витамині анемияның дамуына жол бермейді, әсіресе жас балаларда. Авокадо асқазан ішек жолдары мен ішектің бұзылуына пайдалы. Сондай-ақ бұл рак клеткаларының дамуына жол бермейді, өйткені авокадоның құрамында бастапқы сатысында бар ісіктерді жоятын фитонутриенттер мен фитохимиялық заттар жеткілікті. Бұл жеміс құрамында кальций мен фосфордың болуына байланысты сүйектер мен тістерді нығайтады. Авокадо майының пайдасы. Авокадо майы косметологияда кеңінен қолданылады, бірақ оны іште қолдану бірдей әсер етеді. Сонымен авокадо майы қартаю процесін баяулатады, әжімдерді тегістейді және пигментті дақтарды бозартады. Ол теріні жақсы ылғалдандырады, әр жасушаны нәрлейді. Белсенді күн кезінде авокадо майы күйген теріні қалпына келтіруге және кептірудің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар терінің қан айналымын қалыпқа келтіреді және олардың түрлі тері ауруларына қарсы иммунитетін күшейтеді. Ал біз авокадоның барлық пайдасы жөнінде айттық, енді авокадоның зияны туралы айтатын боламыз. Жалпы авокадо цитрус жемістеріне, латекске және осы жеміске жеке төзімдікке аллергиялық көрінісі бар адамдар үшін өте қауіпті. Авокадо тұқымын ешқандай жағдайда ішуге болмайды, өйткені олардың құрамында адам ағзасына зиян келтіретін улы заттар бар. Негізінде ешкім авокадоны аллергиясы мен калориясына байланысты теріс пайдаланбауы керек.
Ал осымен бүгінгі біздің авокадоның пайдасы және зияны туралы қозғаған тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.